Жасқана сұраған адам қажетін ала алмайды. Біреуге бір нәрсе айтар алдында, оны өзіңе айтып көр. Бақытты қажетсінбегендер ең бақытты жандар. Рухыңды жандандыратын екі нәрсе: өзіңе және шындыққа сену. Сенім жоғалған жерде достық өледі. Отаныңды ұлы болғаны үшін емес, өзіңдікі болғаны үшін сүй. Ашулануға қарсы ең жақсы дәрі — кейінге қалдыру. Алтын отпен сыналады, әйел алтынмен сыналады, ал еркек әйел арқылы сыналады. Патшаға біраз нәрсеге тыйым салынады, себебі барлығы оның қол астына қарайды. Бір жыл егін шықпады екен деп, келесі жылы тұқым сеппей қоюға болмайды. Жұмыс істегенде түнге дейін отыру міндет емес, ақылмен жұмыс істеу керек. Адамның ішіндегі қызғаныш оты өзін қаншалықты бақытсыз сезінетінен хабар береді. Бүкіл ұрпақтың галереясына қарағанда бір ғана айна маңызды. Әстекке алтын жүген тақсаң да арғымақ қыла алмайсың. Өзгерте алмайтын нәрсеңді жақсылыққа бала. Тіліңе қарағанда құлағыңды көбірек қолдан. Өз-өзіне әмір жүргізе білген жанды ғана ең мықты адам деуге болады. Өз кемесі қай айлақта тұрғанын да білмейтін жанды ешқандай жел айдап алға жылжыта алмайды. Адамдар ұсақ түйекке бола көңілін түсіріп, өзі ойдан жасап алған іске бола өзгеге өкпелеп жүреді. Ертеңгі күнін еш алаңсыз күтетін жанның бәрі бақытты. Сіздің қанша іс істегеніңіз маңызды емес. Маңыздысы қаншалықты пайдалы болғандығында. Біз теңізге тамған тамшыдай ғана ақыл тыңдаймыз, есесіне оны шелектеп таратамыз. Басқаларды үйрете жүріп, біз өзіміз үйренеміз. Ерлік дегеніміз үрейді жирене жек көру. Ол бізге төнген қауіп қатерлерді мансұқ етеді. Оларды шайқасқа шақырып күйретеді. Өмір ұзақтығымен өлшенбейді, мазмұнымен өлшенеді.
Құдайдың ісін қарашы. Біздің жанымызда кез келген ала алады, бірақ ешкім өлімнен құтқара алмайды. Жастықтың қалай өтіп жатқанын ешкім де аңғармайды. Ал өтіп кеткенін сезгенде әркім аһ ұрады. Азғантай дүниесі бар адам кедей емес, көп дүние қалайтын адам кедей. Өзін басқара алмайтын адам құл. Жазылудың ең негізгі шарттарының бірі жазылуына деген құлшыныстың болуы. Егер сіздің іс-әрекетіңізде жазылуға деген құлшыныс болмаса, жалғыз дәрігердің күш-жігері нәтиже беруі екі талай. Жақсылыққа үлгі көрсетіп жетпесе, уағыз айтумен жету қиын. Жақсылыққа құр сөз арқылы шақырып ынтықтыру мүмкін емес. Адамның табиғаты сол кез келген нәрседе үлгіні қажет етеді. Егер дұрыс пайдалана білсеңіз, өмір ол айтарлықтай ұзаққа созылатын нәрсе. Кітаптардың саны емес, оның сапалысы, жақсысы пайда әкелтіреді. Бұны көбі біледі, мойындайды, бірақ өздері амал етпейді. Егер кітапты оқи қалсаң, оқыған нәрсеңнің негізгі ойын көңілге тоқи біл. Құрметті көрермен, қазақ тілі арнамызды қолдай отырыңыз. Қарағандарыңызға рахмет.